Жеті шелпек таратудың кереметі. Жеті шелпек жеті түрлі бәледен сақтайды. Шелпектің жетеу болуы жайлы аңыз оңтүстік Қазақстан өңірінде жақсы сақталған. Ертеде Қазығұртта өмір кешкен Ысқақ Қожа есімді әулие кісі болыпты. Ол ел жұртын адамгершілікке, арлылыққа, ізгілікке шақырып, зұлымдықтан тыйып отырады екен. Ысқақ Қожа дүниеден өткенде, баласы Ысмайыл Қожа әкесін жерлеп, 40-на дейін бейсенбі күні 7 шелпек пісіріп халыққа таратыпты деседі. Бір күні одан біреу: "Тақсыр, неліктен 7 күлше таратасыз? Бір күлше берсе болмай ма?" деп сұрапты. 7 күлшенің сауабын 7 атаңа, одан аса 70 атаңа жетеді. Ал бір күлше өз қара басыңа ғана жетеді депті. Садақаға таратылатын күлшенің жетеу болуында да осындай мән бар екен. Ғайса пайғамбар заманда да 7 шелпекке байланысты аңыз шыққан екен. Бірде Ғайса уағыз насихат айтып жүріп, бір ауылға жеткен екен. Ол ауылда диірмені бар бір кісі болыпты. Ол елдің бидайын тартып, ұн беретін. Бірақ оның бір қиянаты бар еді. Ол ұннан ұрлап алып қалатын. Ығыр болған халық Ғайсаға келіп: "Я пайғамбар, мына диірменші бізді тонап жатыр. Қанша ескертсек те қиянатын қояр емес. Елде басқа диірмен жоқ. Бұл диірмен көпір сияқты жалпы жұрттың игілігі үшін салынған зат еді. Соны жеке басына пайдаланып, арамдықпен байып отыр. Сен дұға ет, қиянатын қойсын, қоймаса Құдайдың қаһарына ұшырасын" деп өтінеді. Ғайса сонда: "Уа жасаған, мына халықтың тілегін құбала көр" дейді. Диірменші сол күні жолға 7 шелпек нан ала шыққан еді. Жолда оған 7 диуана ұшырасып: "Ей қайырымды жан, жәрдем ет, ашпыз. 3 күннен бері нәр сызған жоқпыз" депті. Диірменші көңілі босап 7 шелпегін шығарып: "Алыңыздар" дейді. Диуаналар оған риза болып: "Тәңірі тағала бәле-жәледен сақтасын" деп бата береді. Диірменші шаруасын біткен соң үйіне қайтады. Оның көңілді оралғанын көрген Ғайса: "Бүгін қандай қайырлы іс жасадың?" деп сұрайды. Ол: "Жолда 7 диуана кездескен. Тамақ сұрады. Әйелім пісірген 7 шелпек бар еді. Бәрін сол пақыр жандарға бере салдым" дейді. Ғайса сонда: "Қоржыныңды ашшы" дейді. Қараса, қоржында 7 жерінен бөлініп қалған жуан қара жылан жатыр екен. Ғайса өлген жыланды диірменшіге көрсетіп: "Сенің жұртқа істеген қиянатың үшін Тәңір саған зауал жіберді. Қара шұбар жылан сені шағып өлтірмек еді. Бірақ сен дәруіштерге садақа беріп, бір пәледен аман қалдың. 7 шелпек жыланды 7 жерден кесіп өтіпті. Енді жамандықтан тыйыл, қиянат жасама" дейді. Содан бастап диірменші арам әрекетін доғарып, 7 шелпек пісіріп, садақа таратуды әдетке айналдырып